Қалай матаға сурет саламыз? Ассаламу алейкум. Ең алдымен каналға тіркеліп алыңыздар. Ары қарай біз жалғастырамыз. Ең алдымен матамызға өзіміздің керекті кескінімізді түсіріп аламыз. Және де одан кейін барып бояуға кірісетін боламыз. Ал менің матағаны бояуға арналған краскам акрил краскасы Декола компаниясынікі, арнайы матаға арналған. Енді мен бірінші рет плашовка матаға тігіп бояп жатқандықтан бұл эксперимент ретінде жүреді. Қалай болып шығатынын мен де білмеймін. Ең алдымен бояуымыз өтіп кетпеу үшін ортасына қағаз салып қоямыз. Сөйтеміз де бояуды кәдімгі гуашь сияқты қолданамыз. Яғни суды батыра отырып, қатты сулы болып кетпеу де керек, және де қою да болып қалмау керек. Соның екі ортасында осылай бояуымызды бояп, суретімізді шығарып аламыз, және 24 сағат күтеміз. 24 сағат күткеннен кейін ыстық үтікпен, парсыз, осылай үстіне хыбы мата осын лимуза үтіктеп аламыз. Содан кейін барып осындай ағынды судың астында жуып көреміз. Менде кішкене ғана бояулары шамалы ғана түсті, әйтпесе бояу өте керемет, 10-нан 9 деген баға қоямын. Сіздер де осы техниканы қолданып бояп көріңіздер. Тамаша, өзіңіз қалаған бейнені өзіңіздің бұйымыңызға салып алып қолдана берсеңіз болады. Ал сіз каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған шебер перизат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.